Адамды адамнан алыстатқан бірінші тіл, екіншісі ақша. Ұйықтар алдында өткен күнге өзіңнің не істеп, не тындырғаныңды ой елегінен бір өткізбей тұрып көзіңді жұмушы болма. Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не дүниеге жарамды күнінде өзің өкінбесе қылықпен өткізіпсің. Жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыпсың. Дүниеде үш нәрсе ғана: атқан оқ, айтылған сөз, өткен күн қайтып оралмайды. Адамдардың бір-бірінен айырмашылығы мынада: біреулері нені айтуға, нені істеуге тиіс екенін әуелі ойлап алады. Енді біреулері айтарын айтып, істерін істеп алғаннан кейін барып ойланады. Өмірін тәуекелге тікпеген адам өміріне иелік ете алмайды. Әрі қажырлы, әрі сабырлы адам мұратына жетеді. Өмір сүру дегеніміз тынымсыз алға ұмтылу. Өкінішке соқтырмайтын іспен ғана айналыс. Өзің білмейтін істен аулақ жүр. Бірақ білуге тиісті нәрсенің бәрін үйрен, сонда тыныш өмір сүресің. Ақша қымбат, адам өмірі одан да қымбат, ал уақыт бәрінен қымбат. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Еңбек қылмайық тапқан мал дәулет болмас, қардың суы секілді тез суалар. Адам жақсыны арман етсе, өмірде бәрі де жақсы болмақ. Ой барлығының да бастамасы, ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Жаман сиырдың бұзауы жақсы болуы мүмкін. Алтын басты болсаң да, ардан артық емессің. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Бар қабілетіңді пайдалы іске жұмса. Аз жұмыста қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың. Азға қанағат қылмасаң, көптен құр қаларсың. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Басқалар туралы жаман, сіз туралы жақсы айтатындарға ешқашан құлақ аспаңыздар. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. 4 түрлі адамнан аулақ тұрсаң, бақытты өмір сүресің. Бірінші, үнемі жан-жағын сынап отыратын адам. Екінші, надан адам. Үшінші, қадірін білмеген адам. Төртінші, кешірім сұрауды білмеген адам. Тәуекел ету басын қатерге тігу емес. Тәуекел ету қолынан келгенін істеп, істің нәтижесін Алла тағала беретініне сеніп, тек Алладан үміт күту. Адамдар арасындағы ең қиын, ең қымбат нәрсе бір-бірін түсіну. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңында тұру керек. Шын мәнінде бәріне бәрібір. Өмір сенікі ғой. Әуелі адам болсаң, өзіңді біл. Кісіге сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар. Қай жаста не істейтін ісіңді біл. Бәріміз кәрілік келмей жатып, бақытты өмірдің дәмін сезінуіміз керек.
Өз нәпсісін жеңе алатын адамнан ғана ақыл кеңес сұра. Қазақ ауыр істен емес, ауыр сөзден қорқады. Өмірде дана секілді сүргің келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Жалпы, жар таңдау, үй болу, есі дұрыс адамға бір-ақ рет берілетін бақыт. Ол бақытты баянды ету біздің өзімізге байланысты. Өмірге сергек қарау, осы отбасынан, оның түтін түтедері, сүйген жарыңды сыйлаудан басталады. Жақсылық ойлап іс қылсаң, көпшілік те саған жақсы көзқараспен қарайтын болады. Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, білім де сондай керек. Білгені мен көргені көп адам білімді. Сіздің өміріңіздің ең жақсы жылы өз мәселелеріңіздің тек өзіңізге ғана тиесілі екенін мойындау. Сіз оған бола анаңызды, экологияны, не президентті кінәламаңыз. Өз тағдырыңызды өзіңіз басқарып отырғаныңызды түсіне біліңіз. Біз қол жетпесті қуып жүріп, мүмкін емес нәрсені жасап шығарамыз. Өмір бақи тек бір нәрсе болу керек еді деп ойлаудың қажеті жоқ. Түсіне білу керек, сенің өмірің басқалардан кем емес, мүмкін артығырақ, және сол үшін рахмет айту керек. Сабыр етсең, ісің оңға асады, шүкір қылсаң, жамандықта қашады. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Алла аспанның да, жердің де сипаты деп жазылған Құранда. Кейбір адамдар оны сезінбесе де, жүрегінің бір түкпірінде осы өмірдегі арманнан басқа мәңгіліктің, шексіз әлемнің шет жағасын көру арманы болады. Айналаның бәріне құрметпен қара. Мейлі сені ренжіткендер болса да, сонда сен басыңды тік көтеріп жүретін боласың. Адамдар барлық нәрсенің бағасын біледі, бірақ құндылықтың емес. Қуаныш пен тыныштықты ұрлайтын үш тұзақ бар: өткенге өкіну, болашақты уайымдау және бүгінге шүкіршілік етпеу. Өмірде бақытты болуыңыз ойыңыздың сапасына байланысты. Адам естіп білгені арқылы ғана жетілмейді, еңбек пен іс-әрекет үстінде қалыптасады. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнамызды қолдай отырыңыз. Қарағандарыңызға рахмет.